Газа секторында соғыстан зардап шеккен халыққа Индонезия көмектесуді ұйғарды. Ел президенті Прабаво Субианто палестиналықтарды қабылдауға дайынбыз деп отыр. Тарқатайын. Ол жаралы палестиналықтарға және жетім қалған балаларға басымдық берілетінін айтып отыр. Сондай-ақ эвакуацияланған адамдар Индонезияда толық сауығып, оралуы қауіпсіз болғанға дейін болады дейді. Біз жараланған адамдарды қабылдауға дайынбыз және оларды тасымалдау үшін ұшақ жіберуге әзірміз. Алғашқы кезеңде бұл шамамен 1000 адам болады деп бағалап отырмыз дейді Субианто. Айтуынша, ол Индонезия сыртқы істер министрлігіне палестиналық басшылықпен және Таяу Шығыстағы басқа да тараптармен эвакуация тәртібін реттеуге тапсырма берген. Бұл мәлімдеме Индонезия басшысының Таяу Шығысқа сапар алдында жасалып, ол Біріккен Араб Әмірліктеріне, Мысырға, Қатарға, Иорданияға барады және Түркияда ел парламент алдында сөз сөйлейді. Прабаво Субианто Индонезияның жаңа сайланған президенті. Ол бұрынырақ қолбасшы болған генерал, әрі елдің саяси қайраткері. Айта кетсек, Индонезия әлемдегі ең ірі мұсылман елі. Халқының шамамен 87% ислам дінін ұстанады. Прабавоның өзі де ислам дінін ұстанады, бірақ саяси сахнада өзін ұлтшыл прагматик ретінде көрсетеді. Ол радикал исламшыл топтарды қолдамайды, көбіне орта жол ұстанатын саясаткер. Алайда көп ел газалықтарға көмектеспей жатыр деп айтуға болмайды. Мәселенің мәні мынада: елдер гуманитарлық көмек, гуманитарлық дәліз, дипломатиялық қолдау білдірсе де, палестиналықтардың босқын болып өзге елде болуына қарсы. Мысалы, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері оларды өз елінде қолдауымыз керек дейді. Себебі олар Израильге Газа тұрғындарын шығарып, жерін босатуға мүмкіндік беретін қадамдар жасалуы мүмкін деп алаңдайды. Міне осы себептен де мұсылман араб мемлекеттері газалықтарды өз елінде қабылдауға қарсы болып келген. Маңызды өзекті жаңалықтарды Телеграмдағы Ақылтай Ньюс арнасынан оқи аласыздар, сілтеме профильде.